Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін таңғы асқа осындай күшті дәмді тіске басар дайындап көрсетемін. Мұнда бізге керегі заттар. Мына жерде қаймақ түспей қалды. Қаймақ, ірімшік, май, сгущенка және де осындай орех. Барлығы оп-оңай, видеода толықтай түсіндіріп көрсеттім. Таңғы асқа жасасаңыздар, балаңыз өзіңізге өте тойымды әрі дәмді болады. Шаймен өте керемет болады. Мен бұнда видеода қаймақты түсіруді ұмытып кетіппін. Мына жерде қарап отырсаңыздар, барлығы түсінікті көрсетілген. Достар, менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер, енді бастап келе жатқаннан кейін маған әрбіріңіздің қолдауларыңыз қажет. Қызық контентті қолдап, осындай кішкене осы да сіздерге жасап жатқан дүниеме, пайдалы рецепттеріме сіздер қолдау білдіріп, лайк басып, коммент жазып қалдырып кетсеңіздер, көп рахмет. Менің каналымда осыны көргендеріңізге міне жасаған дайын болды, өте дәмді болды. Үйден жасап көріңіздер, тез жасалады, 5 минут, 4 минутта жасалады, бәрі оңай, дәмі өте керемет болады. Біз бұны постоянно үйде жасап жейміз, сүйсініп, тіпті кейде сағынсақ таңға қарамаймыз, кешке де жасап жей береміз.